Жетісу өңіріне ғана емес, бүкіл қазаққа аты мәшһүр жыр жамбозы Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда қазіргі Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының баурайында ұлы жүздің ішіндегі Шапыраштының екі руынан шыққан. Жапа Ыстыбай ұлының отбасында дүниеге келген. Арғы аталар дәулетті болғанымен, Жамбылдың әкесі Жапаға жыр қонбаған кейбір тарихи деректерде жыр алыбының әкесі туралы шоқпыт шапанды көшпенді кедей болған деген сипаттама бар. Мен киіз үйде өстім. Сол кездегі барлық қазақ балаларындай мені де көшкенде бесіммен ала жүрді деп, кейін балалық шағы туралы естелік айтқан Жамбыл Жабаевтың сөзіне қарағанда қоңырқай тірлік кешкен. Қой бақ, отын тердігінен басқа осы үлкендер бізге не үйретті? Өнер дігім оқиды, ой дігім оқиды. Күнде қайталанатын күйбең тірлік. Мезі болдым. Қой құрсын. Жамбыл деген талапты бала сен бесің? Иә, жасақын Жамбыл мен болам. Ал, талабыңа нұр жаусын. Өлеңді таңдайсың ба, көгінді таңдайсың ба? Өлеңді таңдаймын. Өлеңді таңдаймын. Қой қозы бағуға құлықсыз Жамбыл өнер ән десе аңсары ауып шапан түзде домбырамен сырласты. Ән салған бала Жамбылдың даусынан хан, байқара, Жамбыл таулары жаңғырып, өзі өлең айтқан сайын жігерлене түседі. Өнерге құштар баланың дүмші молдадан сауат ашуға да ниеті болмады. Есесіне қарттар қауқылдасқан той кештерде тауық құрған орталардан қалмайды екен. Ел аралаған сал серілердің айтыс ақындарының алдын көріп өсті. Әке, мен жуырда далада ұйықтап қалдым. Түсімде Сүйінбай ақсақалға ұқсайтын Қыдыр ата қария еніп, өлең аласың ба, көген аласың ба деп сұрады. Сен не дедің? Өлең алам дедім. Балам, екейде 50 бақса, 80 ақын деген сөз бар қазақта. Сен 81-ші болмайық қой. Сол да жетеді бізге. Ақынның түбі қайыршылық, бақсының түбі жын. Ақын болып ел кезгенше, сен одан да мал бақ балам. Батаңды маған бер әке, тілімді менің ал әке. Жапанның ұлы ақын боп жақсы істепті дер әке. Домбыра алып сөйлейін, күнде жасап мереке. Мерекелі болған соң елде болар береке. Әкесі ризашылығын бермегеніне қарамастан қайсар бала алған бетінен қайтпай, Жетісу бойына атағы шыққан Сүйінбай ақынға барып сөзін сынатып батасын алған. Жүрегіне өлең ұялаған бала Жамбыл 14-15 жасынан бастап бір жолы ақындық жолына түседі. Сүйінбайдың бүкіл Жетісу ақындарына, әсіресе ең талантты шәкірті, келешегінен зор үміт күткен Жамбылға берген ақындық ұстаздық жолында екі үлкен ерекшелік бар. Бірі айтыста болсын шындықты жеткізіп өткір, шешен тапқыр тілімен тыңдаушыны құмарландырып сөйлеуі. Ал екіншісі тарихта болған батырларды үнемі желілі жырға айландырып айтуы дейді. Жамбыл 35 жасында, яғни 1881 жылдың жәрмеңкеде орта жастардағы атақты ақын Құлманбетпен айтысып, ерекше көзге түседі. Жалпы сол кездердегі айтыстар сияқты бұл айтыста да Жамбыл мен Құлманбет, Албан, Дулат руларының атынан сөйлеп, байлар мен билерін мақтайды. Жамбылдың айтысында ру мүдделерінен гөрі халық мүдделері тереңірек көтеріледі. Жыр жамбозы осы айтыста жеңіске жетеді. Содан бастап Жетісудың ең үздік ақынына айналады. Жамбыл Жабаев шығармашылығының шарықтау шегі 90 жастан асқан кезге келді. 1936 жылы Мәскеуде өткен Қазақстанның мәдени 10 күндігінің шымылдығын Жамбыл ашты. 360 өнерпаз барған бұл мәдениет күндерінде жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың, әнші Күләш Байсейітова, Манарбек Ержановтардың жұлдызы жанды, абыройы асқақтады. Жамбыл сол жылы еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. Жамбылдың күйшілігі өз алдына бір сала, бір тақырып. Жыр алыбы шерткен күйлерді, оның поэзиясы, әншілік және жыршылық шығармашылығына тән жіктеуге болады. Мәселен, фольклорлық жанрда тартқан жоқтау күйлері, аңыз күйлері, арнау күйлері, тарихи күйлері жетіп артылады.
Жыр алыбы Жамбыл Дина Нұрпейісовамен де жақын араласқан. 1936 жылы Алматыда болған таныстықтың соңы сыйластыққа ұласып замандастар бір-бірін қадірлеп өтті. Дина мен Жамбылдың арасындағы қалжың, әзіл әңгімелері әлі күнге ел аузында жүр. Ақынның соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына арнап шығарған жырларының жалпы көлемі 3000 жолдан асады. Әсіресе Ленинградтық өренім, Москваға, аттан батыр ұрпағым, майданға хат сынды өлеңдері уақытында танымал болды. Өмір мен өлім белдескен шақта ақын қуатты жырларымен кеңес жауынгерлеріне жігер беруге тырысты. Арқа сүйер ұлы ағадай жат елде оққа ұшты. Баласының қазасын естіген қарт жыршы есеңгіреп еңсе тіктей алмай қалған. Ғасырға жуық ғұмыры кешкен қарт қазына Жамбылдың шығармашылығы рухани бұлағы, ел білетін өлең жырларымен сарқылып қалмағаны анық. Жамбылдың есімі Қазақстанның бір облысына, бірнеше ауданға, бірқатар елді мекендерге, мекемелер мен оқу орындарына берілді. Оның мұрасы ескірмейтін, мәнін жоғалтпайтын дүние. Тума талант, ақиық ақын, ғажайып жыр дүлдүлі, Жамбылдың шығармашылығы өмірді өлең мен өрнектеудің озық үлгісі болып қала бермек.